Ay, tart aynalayın, tart берме. Ay, Азамат pas асырып жүр, pas айналай чап. Атты бір қайырып ал. Ай, салым. Az. Әке, осы ма сіздің көкпар дейтініңіз? Бұл қандай өнер? Сіз күнді кешке осы көкпар деп үй бетін көрмей кетесіз. Атпен шабу әрбір қазақтың қолынан келеді ғой. Сонда біз оны неге өнер деп айтуымыз керек? Бала, мен сені бала деп жүрсем, сен ер жеткен екенсің ғой. Көкпарға деген қызығушылығың мені қуантады. Көкпардың тарихы тереңде жатыр, балам. Жүр, мен сені көкпардың жілігін шайып майын ішкен азаматтармен таныстырайын. Тарихты солар баяндасын. Қазақтың көкпары, ол қазақтың жаны, ол қазақтың бары. Өмілдірігін үзердей алқынған ат, үзеңгісіне шірене отырып қиқуға қиқу қосқан азамат. Бұл неше мың жылдықтан бері жалғасқан ұлттық ойын. Көкпарға әр қазақ қызыққанмен тек білекті, жүректі, шабысты, намысты ер азаматтар ғана ден қояды. Себебі бұл спорт оңай емес. Қиқулаған, сайын құстай ұшар тұлпарды бағындыра отырып, ережені бұзбау, будақ-будақ шаң арасында жоғалып кетпей жан-жақтан лап берген қарсыласқа төтеп беру, адыр-бұдыр жерде омақасамын деген ойдан ада болу әсте оңай емес. Көкпарымызды ұмытпау үшін осы көкпарымызды дамытқымыз келеді осы. Ары қарай ұрпақтарымызға өнеге болып қалсын деген ниеттеміз. Көкпарға атта, жігітті жай адам кіре бермейді, жүректі, аттың да жүрегі мықты болып, шабатын шабандоздың да жүрегі мықты болу керек қой. Білегі, тақымы бұл жерде. Тақым мен білек біразды шешеді. Көкпар деген ол өте қазақтың ұлттық ойыны ғой. Нағыз қазақтың ұлттық ойыны денеде шынықтыратын, атты да шынықтыратын. Ол ойнаған кезде бар өзіңнің таңмен ойнамасаң, ол көкпарға кіре алмайсың. Қорқып ойнасаң, ол көкпар ойын болмайды. Қорықпай, атты да батылға үйрету керек. Көкпар. Орталық Азия халықтары арасында кең тараған ойын түрі. Ол қырғыз тілінде көкбөрі, улак тартыш, тәжік тілінде бузкаши деп аталады. Көкпар тарту сияқты ұлттық ат спорты ойындары басқа да шығыс елдерінде де бар. Ауғанстанда кең тараған бузавиш ойыны көкпарға өте ұқсас. Сондай-ақ Аргентина халқының да көкпарға ұқсас ат спорты ойыны болған. Ал Қазақстанда көкпардың ережесі 1949 жылы бірақ бекітілгенмен, оның арғы тарихы тіпті тереңде. Көкпардың үлкен ең мықты дамыған орталығы Түркістан облысы, одан кейін Тараз облысы, одан кейін Қызылорда облысы, оңтүстік өңірлерде біздің ата-бабамыз көкпарды, біздің қазақтың салт дәстүрді, әдеп ғұрыпты мықты ұстанған. Көрдің ғой балам, көкпардың тарихы тереңде жатыр. Үй іргесінен ат дүбірлетіп өткен кезде тұлпарына тұрман салатын жұртпыз. Ал ендеше атқа мін. Жылқыға мінген жігіт мықты болады. Баяғы ата-бабамыздың күшіне қайттан оралады жігіттер. Жылқыға мінген жігіт рухты болады. Жылқыға мінген жігіт дұқты болады. Мына жерде тұрған халықтың любой кез келген бір жігітке осы атқа отырғызшы, батыр болып кетеді бәрі. Неге олай батыр болады? Біздің ата-бабамыз сол аттың үстінде жүріп, бір жалғыз батыр болмаған біздің қазақта. Біздің қазақта бәрі батыр болған. Текті қазақ, мықты қазақтың ұрпағымыз. Сондықтан келешек ұрпағымыз майдаланбасын, көшеде жүріп сырға тақпасын, бір-бірінің қолынан ұстап жүрмесін, шашын өсіріп қыздар қысап жүрмесін деп, осы қазақтың жастарын осы рухтандыру, дұқтандыру жағдайда жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар қазіргі таңда. Көкпарға қатысты қазақи ырым тыйымдар. Жайдақ атқа мінген адамға ауру жоламайды деген қазақ. Атпен салт жүргеннің өзі менің денсаулықтың өте нағыз пайдасы сол екен. Міне осы отқа дейін менің белім де ауырмайды, тек қана кішкене көзімнен ақау бар, әйтпесе ешше тамақ ішуімде, ұйықтауым да бәрі де оңды. Ешқандай мен әлі осы отқа дейін тәбілетке ішіп көрген жан емеспін. Көкпар әкелініп тастаған үйден бәле бәтер аулақ жүрет деген қазақ.
көкпардың еті мың түрлі ауруға ем деген қазақ. Алақұйын додадан әрең шыққан арғымақ аттың ащы тері көкпарға тамады. Оны тартқан атандай азаматтың алақан табы серкеге сіңет деген қазақ. Сондықтан да ұрпақ сүйгісі келген тұмса әйелге ырымдап көкпардың етін жегізген қазақ. Осы қолдан келгенше ұлттық спортқа үлесімізді қосып, қазақтың өзімізден кейінгі ұрпақтарға осы көкпарды адалынан мирас қылып қалдыруға үлесіміз қосып жатқан жағдайымыз бар ағайындар. Көрдің ғой балам, ұл өспейді құрмақтап ерсің десе, ұлт өспейді дәстүрін менсінбесе, нағыз қазақ екем деп айтпа балам, тақымыңа тұлпардан терсінбесе. Қайда, мүмкін сен де болашақта алғышулы палуан боларсың. Маған да бұл көкпар қатты ұнады. Мен де өскенде палуан болғым келеді.